тарихқа үңілсек, ел басынан талай қиын шайқастарды өткізген. Солардың аса ауыры фашистік Германия бастаған 1941-1945 жылдар аралығындағы Ұлы Отан соғысы. Биыл ұлы жеңіске 75 жыл. Қан майданда отан үшін жанын пида еткен батырларымыздың ерліктері ұмытылмайды. Біздің мақсатымыз олардың ерліктерін үлгі қыла отырып, мәңгі есте сақтау. Бұл жеңіс ойнақпен келген жоқ. Әкелеріміз бен ағаларымыз қан майданда, басқа ұлттар алдында қайсарлығын көрсете білді. Қазақ жауынгерлерінің ерлігі мен тапқырлығы дұшпандарды күйіндірді. Әлі Ғабдуллин Мәскеу іргесінде болған қанды шайқаста қаһармандық үлгісін көрсетіп, Кеңес одағының батыры атағын алған тарихи тұлға. Батырлық пен адамгершілік қасиеттерімен ерекшеленген жау жүрек командир ұрысты шебер ұйымдастыра білген. Қызыл армияның тамаша мектебінен өткен саяси қызметкер. Қан майданда ақ алмастай жарқылдаған батырды ұрпақтары үлгі тұтады. Кеңес одағының батырының қатарындағы қазақтың қос қызы Мерген, Әлия Молдақұлова мен пулеметші Мәншүк Мәметова апаларымыздың ерлігі ел есінде. Сұрапыл соғыста аға лейтенант дәрежесінде кіріп, майданды полковник шенімен аяқтаған әйгілі қолбасшы Бауыржан Момышұлы. Мәскеу түбіндегі шайқаста әскери күшімен қару-жарағы басым жауға қарсы тұрып, бетін қайтарған қас батырдың ерлігі аңызға айналған еді. Қазақ халқының мақтанышы батыры Бауыржан Момышұлының әдебиетімізге сіңірген еңбегі зор. Қадірлі есімді ел есіне тарих бетінде қалдыру мақсатымен Совет одағының батыры атағын алды. Ұлы жеңіске миллиондаған адамдар өз үлестерін қосты. Соғыс ауыртпалығы мен өмір қиындығын көріп, бейбіт өмірде өлшеусіз еңбек еткен менің әкемнің атасы Мұқатай Текебайұлы. Ол 1906 жылы Жамбыл облысының Шу ауданында Жолақ ауылында дүниеге келген. Әкесі өмірден ерте кетіп, 11 жасында анасы мен бауырларына қамқор болады. 1941 жылы 34 жасында Ұлы Отан соғысына екі інісімен бірге аттанады. Сұрапыл соғыста бірінші інісі ерлікпен қаза тауып, екіншісі хабарсыз кетеді. Атам ұрыста басынан ауыр жарақат алады. Мен атамды көрген жоқпын. 1997 жылы атам дүниеден озыпты. Атамның отанға, елге деген ерлігі тараған ұрпақтарға мәңгі үлгі болмақ. Отан үшін жан піда деп жауға қарсы шыққан батырлардың есімін ұмытпаймыз. Отан үшін от кешіп, елдік пен ерлік сынына түскен батырларды мақтанышпен есімізде сақтаймыз. Ер есімі ел есінде демекші, бізге жарқын болашаққа, бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, аналардың ерлігі ұрпақ көлігі. Солардың қасиетті рухы бүгінгі бейбіт заманда нұрдай мәңгі шуағын шашады. Ұлы жеңіс құтты болсын. Бізге бейбіт өмір сыйлаған майдангерлер мен тыл ардагерлеріне тағзым етеміз. Отан шежіресінде батырлар есімі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Ешкімде ешнәрседе ұмытылмайды. Отан шежіресінде батырлар есімі ұрпақ жадында мәңгілік сақталады. Бізге бейбіт өмір сыйлаған майдангерлер мен тыл ардагерлеріне тағзым етеміз. Жеңіс келді, алтын күн ел жүреді, қуаныштан жарылды ел жүрегі. Әр батырдың есімі биіктерде, жеңіс туы секілді жетті.